Тағы хабарласып көрейін бе? Келем демеп бет. Иә. Назлы. Бұл әңгіме қызыр ағамның құлағына жетсе, не істейді деп ойлайсың? Меніңше бұл қызырдың құлағына жетпейді. Әйелі не деуі мүмкін? Назлы мен салеп іштік, сырластық, негізі жақсы қыз екен дей ме? Кісі өлтіруден тайынбаған, және онысын бүгінге дейін жасырып келген әйел бір уәж таба алмайды дегенге сенбеймін. Апа, сен тамақ ішпейсің бе? Ас үйде жүріп бірдеңелер жеп алғанмын, қызым. Бірге отырып тамақ ішпегелі көп болды. Отыр. Ас болсын, апа. Соңғы кешкі асымыз емес қой. Тоба. Лүтфие, мұнда келші. Тауық етін турада палауға қосшы, мен кетіп барам. Апа, қайда барасың? Жігіт болмай кеткір, мені тергеп жатырсың ба? Тергейм әрине. Сен әуелі шашпай төкпей тамақ жеуді үйрен. Түй, қырсығай. Айшын, сен қайда барасың? Жеңешеме барып келейін, апа. Қолымнан келетін іс болса, әуре болмай мені жұмсасын. Лүтфие. Ау, апа. Не боп жатыр? Білмеймін, апа. Біреу телефон соққан, не сөйлескен ести алмадым. Жақсылық болғай әйтеуір. Жақсы айтсаң, жақсы болады. Иншалла. Хайри әжемнің аты ғой? Қызғанба. Тамағымды жеп болайын, сені де сүйем. Жоқ, сүймей-ақ қой. Кел, ағай. Тұл әже. Қойшы. Жеңеше, мен ғой. Кір әшін. Хайри апам сені сұрады, ештеңе айтпадым. Тағы сұраса іш киім алуға барамыз дей сал. Дүкендер жабылар алдында барғысы келіпті де. Жеңеше, бармай-ақ қойсақшы. Қызыр ағам естісе, сен онсыз да бармайсың. Және сен білмейтін жайттар да бар. Сенен жасырарым жоқ дегенің қайда? Болғаны да. Мен білмеймін. Назлы біледі, я? Саған зияным тиіп кетпесін дегенім ғой, жаным. Жеңеше, қорқытпашы мені. Қорқу керек. Солай. Сен жақсы адамсың. Жақсы адамдар қорқу керек. Ал ештеңеден қорықпай жамандық жасағандар жазасын тартуы тиіс. Ол қыздың жазасын Құдай өзі береді, жеңеше. Бұл иттік алдынан шықпас деймісің? Шығады. Оның да алдынан. Менің де алдымнан.
бәріміздің алдымыздан шығады. Түсе бер, қазір барам. Қайда барасың? Көлігімді сенің көлігіңнің алдына қойғам, алып тастайым. Керек емес. Келді. Уайымдама. Тәуекел етіп хабарласуыңа, мені шақыруыңа не себеп болды?
Құлағым сенде? Тәуекел етіп үйіме ұрыш бергенің. Қандай жақсы адамсың. Жақсы болғанымнан емес. Саған кісі өлтіру оңай шығар. Дегенмен тыңдауға дайынмын. Саған не керек өзі? Шындық керек. Сонда менен қорықпайсың ба? Мынау не істер екен деп ойламайсың ба? Сендей ақымақ әйелге бала таптырмақ былай тұрсын. Қалай бірге жүреді екен деп таңғалам. Неге? Сен сияқты көкдол, делқұл әйелден ек қабат анаға күн көрсетпей, ол ас болғандай ұры жендетін жіберген әйелден екі бала сүйгеніне де осы уақытқа дейін бірге тұрып жатқанына да таңғалмаймын ғой. Мүмкін сүйгеннен шығар. Сүйгені рас. Сүйгені көрініп тұр. Бірақ білмей сүйген сияқты. Сүйсе де, сүймесе де, білсе де, білмесе де, 20 жыл отасқан күйеуім. Жолдасым. Күйеуімнен бала көтердің. Бұғаздан сарайдай үй алғыздың. Саған тағы не керек? Үйде күйде ақшасы да малы да керек емес. Саған бердім соның бәрін. Сен бір ғана сұраққа жауап берші. Дұрсын деген адамды мені өлтіре алмаған үшін өлтірдің бе? Әлде былығың әшкере болмас үшін бе? Дұрсынды өзінің шалағайлығы құртты. Әйтпесе мен істейтін істемес еді. Мұндайға тіпті жаным қас еді. Жек көрушем. Мұндайға жол бермес үшін қолымнан келгеннің бәрін істейм деушем. Бірақ асылық айтыппын. Адамның біреуді өлтіруі де, өлтіруге мәжбүр болатын кездері де болады екен. Сен ойлама, күнәсін ұмытып кетті деп. Әр таңда осы күнәммен оянам. Мұның жазасын өтейтінімді де білем. Ал сен ше? Өзіңнің күнәңмен қалай өмір сүресің? А? Жазаңды қалай өтейсің?